Жалпы дінге қызығушылық танытатын жасөспірімдердің ата-анасына айтар кеңесіміз, кез келген адам жан мен тәннен тұрғандықтан, тәннің азығын біз әлбетте береміз. Ата-ана оны еш кемшіліксіз баласының қарнын ашырмай тойдырып отырғанын бәріміз білеміз. Бірақ өкінішке қарай оның тән рухани азығы, яғни негізгі адамның адам болуы, ол рухани жағы. Біз хайуаннан ерекшелеп тұратын тұсымыз да біздің руханиятымыз. Қазақта сөз бар: хайуан тамақтан семіреді, адам құлақтан семіреді дейді. Яғни хайуанның азығы мына тамақтан кірсе, біз адам болғандықтан, хайуаннан бір ерекшелігіміз болғандықтан біздің азығымыз құлақтан кіреді. Міне сондықтан да осы құлақтан кіретін азық рух қашан да азыққа мұқтаж. Белгілі бір жасқа келгеннен кейін, жасөспірім болсын, бала болсын, рухани бір азық алуға бір қажеттілік сезінеді. Рухани ұятының басқанда бостығын толтыруды қажет ететін бір жағдайға жетеді. Сол кезде міне ата-аналар өкінішке қарай бұл жағын ескере бермей, баланы рухани аштықта ұстайды. Рухани аш болған бала кез келген өзіме кезіккен алғашқы рухани әңгімеде, азықта немесе сондай бір дос тапқанда, орта тапқан кезде бірден соларға құлай сенетін болады. Міне сол үшін ата-ананың міндеті баланы тек қана тәндік тұрғыдан ғана азықпен қамтамасыз ету емес, рухани тұрғыдан азықпен қамтамасыз ету. Бірақ азықтың да әртүрлісі болады ғой. Мәселен, адал азық бар, яғни тәндік азықты айтам, оның арамы бар. Мәселен, денсаулыққа зияны бар. Тура сол секілді рухани азықтың да адалы бар, арамы бар. Яғни руханияттың өзінде де адамның болмысына сай келетін дұрыс ақпарат, мәдениетіне, ұлттық кодына, дәстүріне, ата-бабадан ұстанып келе жатқан діни дүниетанымына сай келетін ақпарат бар, сай келмейтін әртүрлі деструктивті ағымдардың ақпараттар бар. Сол үшін ертеңгі күні бала опық жегізбес үшін ата-ананың міндеті ол балаға дұрыс қайнар көзден, дұрыс жерден діни болсын, рухани болсын, біліммен қамтамасыз ету болып табылады. Ол үшін не істеу керек? Белгілі бір дәрежеде баланың ортасын көретін, тұтынатын смартфондағы ақпараттарын қадағалау керек, және де балаға бағыт бағдар беру. Бүгінгі әрбір Қазақстан мұсылмандар діни басқармасына қарасты мешіттерде діни сауатты ашатын, дұрыс ақпарат беретін ұстаздар арнайы қызмет атқарады, арнайы жаңағыдай жазғы лагерлер, курстар жасауы мүмкін. Соған ата-ана, егер де баланың қажеттілігі бар болса, дінге қолмен алып барып, жетектеп, тапсырып, осы жерден білім ал, басқа жерден алған білімің ертең өзіңе зиян болуы мүмкін. Кімдерді тыңдап жүрсің, соларды айт, бізде сұрастырып берейік, білейік. Егер де жауап бере алмаған сұрағың болса, бірге барып имамнан немесе осындай арнайы теологтардан сұрап, бұл ақпараттарды кәдімгідей толықтай өзінің тарапынан қадағалап қамтамасыз ету, бұл ата-ананың міндеті. Бүгінгі күні білесіздер, тіпті қазақтың өзі айтады, мәселен, қызың өссе, қызы жақсымен ауылдас бол, ұлың өссе, ұлы жақсымен ауылдас бол дейді. Немесе есекпенен айғыр ақырлас болса, мінездес болады дейді. Сондықтан да баланы тәрбиелейтін тағы бір нәрсе ол орта. Ортаға өте қатты мән берілу керек. Баланың дұрыс қандай ортада жүргеніне, діни қай жерден ақпарат алып отырғандығына да мән берілу керек екендігін қатаң ескертеміз. Ертеңгі күні оны әлбетте діни немесе рухани азықтан тыйып қою да ол да жарамайды. Яғни бала бәрібір бір жерден болсын, бір жерден алуы мүмкін, немесе керісінше одан бір қылмыскер тууы мүмкін. Сол үшін де айтарымыз, ата-ана балаға тек қана тәндік қамтамасыз етуден ғана жауапты емес, одан бөлек оның руханиятына да, сол рухани азығымен де қамтамасыз етуге жауапты. Тек бұл дұрыс қайнар көзден болуы тиіс.